Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін аджика жасаймыз. Аджикаға керек заттар: тәтті бұрыш 1,5 килограмм, помидор 2 килограмм помидор, 2 бас чеснок. Мында ащы бұрышның бетін жауып қойдым. Ауаға ұшып, кішкене тамақты жыбырлатып жатыр. 14 штуктап алдым. 14 штук ащы бұрыш. Ашқан кезде де перчатка киіп ашыдым. Кішкене қолды дуылдатып жібереді. Үйде тем более кішкене балалар бар. Кішкене опаснылау. Так, ары қарай қант, сұйық май, 1 стакан сұйық май, тұз и 70% уксус по вкусу. Ал енді бұлардың бәрін қазір мясорубкадан өткізіп аламын. Ары қарай көрсетеміз сосын. Бәрін дайындап алдым. Менде қол мясорубка. Бірінші ащы бұрышпенен чеснокты өткізіп аламын. Былай жауып нетпесем, қазір иісі тағы да ұшады. Кішкене абай болыңыздар. You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark. Мінекей, достар, қазанды қойдым отқа. Қазан қызды. 1 стакан майымды құям. Май қызғаннан кейін бірінші помидорды саламыз. Майымыз қызды. Ақырында помидорды саламын. Бисмиллахиррахманиррахим. Помидор қайнап шыққаннан кейін 15 минуттан кейін болгарский перец саламыз. Достар, помидорымыз 15 минут қайнап жатыр. Енді мына болгар бұрышын саламын. Burada қазір қайнап шыққаннан кейін 20 минут, 30 минут енді сұйықтығына қарай қайнатамын. 30 минут қайнатамын, наверное, кішкене қайнай берсін, сосын жаңа ащы бұрышпенен чесногын салам. Мінекей, достар, болгар бұрышын салғаннан кейін жарты сағат қайнап жатыр. Енді мына ащы бұрышпенен чесногын салам. Аняға барыңдар, аяр. Әжір ыстық көзінде бар. Осыны салып, қазір тұз бұрышында бірден салайын. Дәмі кіріп тұра берсін. Тұз, міне, 1 қасық салам пока. 1 ас қасық толтырып. Қантты
толтырмай 2 ас қасық салам. И қара бұрыш, жай ұнтақталған қара бұрыш. Бұны толтырмай үлкен ас қасықпен 1 қасық салам. Осыны араластырып, енді тағы да бір 20 минут қайнатамын. 20 минуттан кейін уксусын салып, болды жаба береміз. Енді біреулер айтуы мүмкін, көп қайнатып жатсын деп. Мен енді білмеймін, өзім солай қайнатамын, өзіме солай как-то дұрыс сияқты. И мынау ащы бұрышта біреуге көп болар, біреуге аз болар. Маған енді осылай ұнайды. Жгучий болған ұнайды да енді. Жаңағы палауға, қамыр тамаққа, сондайға салып жегенге өте күшті. Ал енді тағы да 20 минут қайнатам. Енді банкаларымды көрсете салайын. Крышкаларым былай қайнап жатыр. Ал аджиганы майда банкаға жағам, сол себепті былай банка-варкаға салып, осылай стерилизовать етем. Осылай қайнай берсін. Ал енді мынауым қазір 20 минут қайнаған екен, уксусын салып жауып тастаймыз. Мінекей достар, мына чеснокпенен ащы бұрышты салғаннан кейін 20 минут қайнап жатыр. Жаңа тұзын байқадым, тұзы кішкене аздау екен. Үлкен қасықпенен жарты қасық тұз саламын. Ал қантыменен қара бұрышы жақсы. Енді уксус құямын. Уксус 70% уксус. Үлкен қасықты толтырмай құямын. Үлкен қасықты аса толтырмай 70% уксус құямын. Бұл 5 минут қайнатып, банкілерге жаба берем. Сонда бас аяғымен де 1 сағат 10 минут қайнайды. Бас аяғы бұл. Әшісі әдемі, жақсы. Сондай аса әші емес. Жақсы әдемі. Бұл 5 минут қайнайды, сосын жабамыз банкіге. Ал достар, міне бүгін аджикамды жауып тұрдым. Бара ғой. Мынандай кішірек банкадан 5 банка шықты. Кішірек. И мынандай бір соусницамен кішкене симай қалды. Енді жеуге алып қаламыз. Енді бір қысқа кішкене аздау болады, но нормально, жетеді. Ал енді назарларыңызға үлкен рахмет, достар. Мен енді өзім қалай жасаймын, маған қалай ұнайды, солай жасап көрсеттім. Енді сіздер өздеріңіз қалаларыңызша зелень қоссақ та болады. Мен просто зелень алмаппын, сол зелень қоспадым. Зелень қоссақ та өте күшті болады. Енді әркім әр қалауынша жасайды енді. Ал енді не деймін? Рахмет, достар, баршаңызға, назарларыңызға үлкен рахмет. Менің каналыма тіркеліп жатқан, лайк басып, пікір жазып жатқан көрермендеріме үлкен рахметімді айтамын. Баршаңызға алғысым шексіз. Бүгін енді бізде жұма, мен кішкене нан пісірдім, бауырсақ пісірдім. Жұма күнгі тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Баршаңызға жақсылық тілеймін, аман болыңыздар. Енді мен биылғы банк жауым осымен бітті. Бүкіл банкымызды жауып алдық. Ал енді келесі түсірілімдерде енді мен жаңағы айтқанымдай тігіс тігемін, гүлмен айналысамын, гүлмен енді айналысып келе жатырмын ғой. Сол видеомды көрсетемін, тігіс тігеміз, енді
тағы да онша мұнша пісіретінім бар, соларды мен бөлісемін, менімен бірге болыңыздар. Ал енді не деймін, сау саламатта болыңыздар, келесі кездескенше қош сау болыңыздар.